әлеуметтік желіде резонанс болған Шеризаттың ісіне бір-екі сұрағымды қойып кетейінші. Өйткені бұл іспен де сіз басында барып прокуратурамен мәлімет алдыңыздар, халыққа ақпарат бердіңіз. Қанға қатысты істі кеше мен өзіңізге өтініш жасадым. Бас прокуратураның орынбасары мәлімдеме жасады. Біз сол өрт болған кезде қандай автокөліктер тұрды, басқа адамдар болмады ма? Ресей Федерациясына сұрау жібердік деді. Осыған қатысты не айта аласыз? Бұл мен растаймын бұл ақпаратта. Ресейде біздің Қазақстанда жоқ сараптама тағайындалып отыр. Қазақстанда жоқ, сондықтан Ресейде сараптама сол спутник арқылы сол үй өртенген кезде қандай көлік келді. Басқа бөтен оған дейін немесе одан кейін басқа бөтен саяқ адамдар болды ма болмады ма? Қаржаубайдың тағы бір өтініші Нұрғаманаттың өліміне қатысты тура осындай сараптама сұратуға болады ма Ресей жағынан? Менің ойымша қорғау тарапынан тиісті жаңағыдай өтініш хат берілген жағдайда бұл әбден мүмкін деп ойлаймын. Өйткені кез келген қылмыстық істі тергеудегі басты мәселе ол әділеттілікті қалпына келтіру, шындыққа көз жеткізу. Бұл жолда қандай сараптама болса да, ол қанша ақша тұрса да тиісті органдар бұдан тартынып қалмау керек деп ойлаймын.